Кезінде біз ойлайтын едік, Мұхаммед пайғамбардың үмбетінің сынағы ол әйелдер деп. Ондай уағыздар да көп жүрді. Пайғамбар Мұхаммед алейхиссалату вассаламның дұғасы бар. Аллахумма инни аузу бика мин фитнати ниса. Алла тағала, мен сенен әйелдердің сынағынан пана сұраймын деп айтқан уағыздарды да тыңдағанбыз. Бірақ пайғамбар Мұхаммед алейхиссалату вассаламның үмбетінің сынағы ол әйелдерден емес екен. Оны пайғамбар алейхиссалату вассалам өзінің хадисінде айтады. Ликулли умматин фитна. Әрбір үмбеттің өзінің фитнасы бар. Мұсаның үмбетінің, Исаның үмбетінің, тура сол сияқты менің үмбетімнің де өзінің сынағы бар. Ликулли умматин фитна. Әрбір үмбеттің өзінің фитна, сынағы бар, басына келетін. Фитнатул уммати әл-мал. Менің үмбетімнің, Мұхаммед үмбетінің, мұсылмандардың сынағы ол ақша, мал, дүние дегенді. Мал дүниеге кәдімгідей махаббатпен кіріп кеткенбіз біз. Сол мал дүние үшін ақиреттіңді бүйтіп екінші, 10-шы кезеңдерге тастап қойған, ұмытып та кеткен адамдарды да кездестіріп жатасың, өкінішке орай. Қашан сенің ақиретіңе мал, дүние, арзан нәрсе араласады, сол кезде сенен Алла тағала өміріңнен де, сөзіңнен де, ісіңнен де береке алып қояды. Ақиретке Алла тағаланың дініне шақырып жүрген адамдар, ақиреттің жолында жүрген адамдар, олар Алламен, пайғамбармен, қалған мұсылмандармен шынайы болу керек. Шынайылық болу үшін дүниеге байланбау керек адамның жүрегі. Дүниеге байланып қалған кезде адамның жүрегіне не кіреді? Дүние кіреді. Дүние кіргеннен кейін ақиретке қалған кезде, дүниеге қалған кезде іркіліп қалады. Кейбір дүнияуи нәрселер үшін рухани адамдар бір-бірімен мәнсап үшін таласып қалады. Орын үшін, ақша үшін. Біреуіне көлік сыйлап атса, екіншісі көре алмай. Біреуіне пәтер сыйлап атса, екіншісі көре алмай деген сияқты. Бұл нәрселер өкінішке орай пайғамбар Мұхаммед алейхиссалату вассаламның үмбетінің сынағы екенді. Біле жүріңіздер осыны жігіттер. Пайғамбар Мұхаммед алейхиссалату вассаламның үмбетінің сынағы ол әйелдер емес екен. Пайғамбар Мұхаммед алейхиссалату вассаламның үмбетінің сынағы ол ақша екен. Мал дүние екен.